Сәлем достар, бүгін Ким Сирон туралы айтатын боламыз, және Ким Со Хён туралы үлкен скандал туған болатын. Жаңалықтардан естіген шығарсыздар. Ким Сирон актриса 24 жасар өз-өзіне қол салған 2025 жылдың февраль айында. Актриса өте кішкентай кезінен бастап дорамаға түскен, өте танымал актриса, өте талантты актриса. Мен бұл актрисаны Охотничьи псы деген дорамасынан бастап білемін. Сол дорамада өте күшті, талантты болып ойнап шыққан еді. Актриса үлкен депрессияға ұшырап, өз-өзіне қол салған деп жаңалықтарда айтып жатыр. Ким Со Хёнды Ким Сиронның ата-анасы кінәлап жатыр, өйткені 2015 жылдан 2021 жылға дейін екеуі 6 жыл бойы кездескен. Яғни 2015 жылы Ким Сиронның жасы небәрі 15 жасында болған, 18 жасқа толмаған. Сол үшінде 27 жасар, ол кезде Ким Со Хён 27 жаста болған. Сол үшін үлкен хейтке қалып жатыр. Және де Ким Сирон 2022 жылы аварияға ұшыраған болатын. Ол үлкен хейт әкелген актрисаға. Сөйтіп, актриса соттан үлкен шығын, яғни штраф алған болатын. Мас күйінде айдағаны үшін үлкен штраф төлеу керек болған. Ал ондай ақша Ким Сиронда болмаған. Сол үшін ол бұрынғы жігіті Ким Со Хённан ақша, яғни қарызға ақша сұраған. Ким Со Хён оған көмектескен, бірақ қарызды кейін асықпай қайтарсаң болады деп ескерткен актрисаға. Шамалы уақыттан кейін актриса соттан қағаз алады, яғни Ким Со Хён сотқа берген актрисаны қарызын өтесін деп тезірек, бірақ Ким Сиронның ондай ақшасы жоқ болған. Сол үшін Ким Сирон Ким Со Хёнға хат жазған, яғни мен қазір бұл қарызды қайтара алмаймын, шамам жетпейді, кейін қайтарсам бола ма деген, бірақ полный игнор жасаған Ким Со Хён актер. Мінекей осы жазған SMS-і дәлел ретінде шығарып берді осыны ата-анасы. Және де одан кейін полный игнордан кейін Ким Сирон осындай фотоны жариялап жібереді интернетке. Одан кейін жаңағы астына пост салған, кейін түсіндіремін деген. Одан кейін интернетке шықпаған. Ким Со Хёнды барлығыңыз білесіздер, ең танымал Кореяның топ актерларының қатарына кіреді, ең бай актер, бірақ осындай скандалға ол бірінші рет ұшырайды. Кеше ғана пресс-конференция болды 31 наурызда, яғни Ким Со Хён ақталды. Мен бар болғаны Ким Сиронмен бір-ақ жыл кездестім. Мен оның өліміне себепші емеспін. Жаңағыдай сондай тағы сөздер айтты. Менің ойымша бұл жерде актрисаның новостилардан да естіген шығарсыздар. Актриса күйеуде болған, яғни күйеуге шыққан және беременна болған деген, бірақ ол әлі белгісіз информация. Бұл жердегі үлкен дау болып тұрған нәрсе 15 жасында кездескен, яғни 18 жасқа толмаған қызбен 27 жастағы жігіт кездескен, соған хейтке қатты ұшыраған болатын. Және де игнор жасаған үшін Ким Со Хён өзінің карьерасынан айырылып қала ма деп көптеген хейттерге тап болған болатын. Даже үлкен брендтегі Prada Ким Со Хённан бас тартқан үлкен жаңағыдай компаниялар, брендтер реклама жасайтын. Солардың барлығы Ким Со Хённан атқа жасаған. Кеше пресс-конференцияны Ким Со Хён ұйымдастырған. Бұл жерде жылап жатыр, яғни ақталып жатыр. Даже Ким Сиронның атын айтпаған ғой, покойная деп айтқан. Мен бұл жерде жаным ашып тұрғаны актрисаға. Яғни дәл сондай депрессияда жүрген кезде ешкімнің көмектеспегені, ешкімнің қасында болмағаны, ешкім түсінбегені, бәрі кеш қой, енді уже ол қыз өліп кетті, барлығы кінәсін не қылып жатыр, ата-анасы да түсінбегені деп ойлаймын. Ал Ким Со Хённың жаңағы карьерасы әлі белгісіз. Кеше пресс-конференция болды, өзі ақтап алды, бірақ бұл шындықты айтты деп ойламаймын. Актердің аты бәрібір актер, жақсы ойнап шықты деп ойлаймын, актерлық шеберлігін, менің ойымша. Ал сіздер достар қалай ойлайсыздар? Бұл жерде кім кінәлі? Ким Со Хён кінәлі ме, әлде Ким Сиронның ата-анасы кінәлі ме? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер каналым ұнаса, лайк басып қолдап тіркеліп алыңыздар.